сәлеметсіздер ме 17 сынып студенттері. Бүгін сіздермен Құпия Құралайбердіқызы, арнайы пән оқытушысы. Бүгін 30 наурыз. Бүгін сіздерде газ жану кесу пәні бойынша 10 және 11 теориялық сабақ. Сабақтың тақырыбы титан қорытпаларын оттегімен кесу. Біз сабақтың мақсаты сіздердің білімдерін шыңдай отырып, жаңа тақырыпқа түсінік беру, оқыту, үйрету және меңгерту. Бүгін титан қорытпалары дегеніміз не? Титан қорытпалары дегеніміз құрамында темір, алюминий, молибден, ванадий, қалайы және тағы басқа элементтер қосылған титан негізді қорытпалар. Титан болат пен басқа элементтерге қосылатын легірлеуші элемент ретінде пайдаланылады. Химиялық активтілігі жоғары болғандықтан титан балқымас ауадан оттек, азот, сутек және тағы басқа элементтерді қарқынды жұтады. Осының салдарынан өнеркәсіп деңгейде таза титанды алу өндіру қиындық туғызады. Яғни темірге қарағанда титанның қорытпалары, яғни титанның тотуға әсері жоғары болады, ал жылу өткізгіш төмен болады. Титанның тұтану температурасы 13 градус Цельсийді құрайды. Осының салдарынан бізде титанды оттегімен кесу кезінде еш қиындықсыз өңделеді. Енді титанның механикаландырған кесу режимдері бізде 7-5 кестеде көрсетілген. Бұл кесте мен сіздерге электронды вариантты түрде жіберіп қойдым. Сол кестемен танысып көрсеңіздер болады. Бізде титанды кесу процесс кезінде күшті жарқырау жүреді. Яғни жаңа магнитизация жарқырайды. Сондықтан көзі жарық әсерден қорғау үшін біз қорғаныш көзілдерінің жарық сүзгілері сіңірудің неғұрлым жоғары коэффициентімен болуы тиіс. Титанды оттекті кесу процесі тұрақтылығын арттыру мақсатында моншылық жеті мен кесілетін металдың бетінің арасына қашықтығы төмен көміртекті болатты кесу кезден қабылданған салыстыруларға қарағанда шамамен 1,15 есеге арттыру қажет. Яғни титан және қорытпалары жоғары белсенділіктеріне байланысты кесу бетінде титан оксид және нитрит қамтылған тереңдігі 2,5 мм химиялық құрамымен өзгертілген қабат орналасады. Осыған байланысты жиектер, дәнекерлік және бөлшектер алу үшін тез сападағы пісіру алу мақсатында металдың үстіңгі қабаты сүргілеу немесе фрезерлік өңдеумен жойылуы тиіс. Яғни титаннан жасалған бөлшектердің механикалық өңдеуге әдеттеу шамасы 7-6 кестеде көрсетілген. Енді балалар, бүгін осы біздің тақырыпты сіздерге электронды вариантта бәріңізге жіберіп қойдым. Яғни Овчинниковтың газ жағынымен пісіру және кесу технологиясы атты кітабында, электронды кітабында 183 бет пен 185 бетті қамтыған ақпаратпен танысып, сол ақпаратты міндетті түрде дәптерге түсіріңіздер. Және де сол ақпаратта берілген титан механикаландыру режимдері кестесімен және де осы біздегі титаннан жасалған бөлшектерді механикалық өңдеуге әдеттеу шамасы көрсетілген кестені дәптерге түсіріңіздер.